Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің эфирді Түркистан сливки. Мен алдында заказ берген жерім онша емес болып қалды деген кезде көптеріңіз жауап беріп, даже бір кісі маған Алматыда осылайынан жақсы сататын жер бар деп ссылкасын жіберді. Мен сол арқылы көрдім, как раз о жерлерде бокстар сатылып жатыр екен. Ішінде 26 түрлі мел глиналар және глинамелдар бар екен. Маған ұнап қалды. Зато пробник болсын 26 түрлі бар екен да ішінде. Ішінде бүкілі бар. Чередейка болсын, роза өзбечка болсын, мелдар болсын, глиналар болсын, ең отборный, ең жақсы деген түрлері бар екен. Заказ берейін деп шештім. Егер де керек болса, сіздерге, яғни алдағы уақытта конкурсымызға сондай бокстар қатыссын десеңіздер, мен қосымша тағы да біраз алсам ба деген едім. Соны жаза өтсеңіздер. Ақыры өзіме заказ беріп жатырмын, сіздерге де, может, мел глина жейтін қыздарға, ұтып алған жандарға жіберіп отырсам деп едім. Ал онда эфирімізді бастаймыз. Сіздерден жауаптарыңызды күтемін. Астыға комментарияға жазып өтіңіздер. Түркистан сливки. Осы сливкин дәмі ең ерекшесі. Сливочный вкус та бар, хруст та бар, твердость та бар, жирность та бар. Жирность енді қатты асу емес, прям идеально, да? Қатты тіске тіске жабыспайды.
каждый түсірген эфирімді таңғалатын болуы мүмкін. Қаншасын жұтқам, қалай деген сияқты. Сол. Кстати, қыздар, мен айтайыншы деп едім. Мен бастадым. Көбілеріңіз білетін шығарсыздар, интервальный голодание деген нәрсені. Негізі оның особо вредасы жоқ организмге, любой возрастқа подходит етеді. Біздің как ораза сияқты, ораза ұстаған кезде біз енді кешке ашамыз ғой, то же самое ғой, там кешке, например, 9:30-да ашсақ, түнгі уже 4-терде уже жауып тастайтынбыз. Енді күннің ұзару, қысқару ретімен да. Примерно егер посчитать ететін болсақ, где-то 7 сағат, 8 сағат сол уақыт аралығында тамақ ішетінбіз. Енді біз 7-8 аралықта все время іше бермейміз ғой. Сол сияқты да, ұқсас. Бұныкі енді менікі ұстап жатқан күндіз. Мен уже кешкі тамақты исключать етемін, наоборот. Зато уже асқазан бүкілі таза қорытылып, таңертең уже еркін тұрып, кәдімгідей бодрость чувство болып, уже доктор Берг бар, YouTube-тан іздесеңіздер болады, сол өте подробно айтқан осы жайлы. Бұның түрлері көп, жаңағыдай 16-та 8, потом 18-де 6, 20-да 4, даже 5-те 2, 5-те 2 деген ол жаңа 5 күн, обычный тамақтанасың, 2 күн тамақ жемейсің. 6-та 1 деген бар, яғни 6 күн тамақтанасың, 1 күн аштық, голод жариялайсың өзіне. Сол сияқты нәрсе. Ал мен қазіргі бастап жатқаным, бастапқыда енді 18-де 6-ны таңдадым. Яғни, получается, 18 сағат бойы тамақ жемеймін, 6 сағат қана тамақ жеймін. Яғни, бұны посчитать етеміз қалай? Таңертең мен сағат 7:30-8-дерде тұратын болсам, 7-лерде 7:30-да тұрасың, бала-шаға сабаққа апарып тастайсың. Негізі пример айтып жатқанымда, сол уақыт аралығынан, тұрған уақыт аралығынан сол уақыт бастайсың. Получается, 7-де тұрсаң, сен уже, егер 8-де есептейтін болса, сен уже 2-ден кейін енді ештеңе жемеу керексің. Келесі 18 сағатқа дейін, яғни. Солайынан ұстаймыз. Результат өте жақсы деп жатыр. Отзывтарын, нелерін қарап көрсеңіздер болады. И жаңағы бокс жайлы, сіздердің бәрі. Бокс жайлы өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетсеңіздер деймін. Күтемін сіздерден. Ал, сау болыңыздар.